Екеуінің махаббаттарына қызғана да қызыға да қарайтындар аз болмады. Ғашықтардың қуанышына куә болған достары бас қосу тойын көпке дейін жыр етіп айтып жүрді. Жоғарғы оқу орнында оқып жүріп танысып, табысқан екі жастың жетсек деген арман мақсаттары көп болатын. Айдана 2003 жылы заң институтын қызыл дипломмен бітіріп, көп ұзамай аудандық ішкі істер бөлімінде сарапшы маман ретінде жұмысқа қабылданды. Ал Нурик бұл уақытта өзінің мамандығы бойынша ішкі істер органдарында жедел уәкіл болып қызмет етіп жүрген. Көз тиді ме, сөз өтті ме кім білсін, олардың отбасылық бақытты күндерінің қуанышын әлде бір қырсық қиып түсті. Үйлену оңай, үй болу қиын дегендейін, араларына бір сайтан кіріп алғандай, сөздері жараспай, орталарына әлде бір тылсым сыр орнығып алды. 2004 жылдың маусымынан бастап Айдана көз жасын көл ете жүріп, Тара атты балгерлікпен айналысатын, көріпкел сымаққа жиі баратынды шығарды. Қу құлқыны үшін арамдық пен аярлыққа именбей баратын кемпір Айдананың басын шырмап алды. Күйеуің нашар адам, өлтір деп қайта-қайта ескерте беруі келіншектің жанына маза бермеді. Әйтсе де, кемпірдің бұлайша азғыруына не себеп болғаны түсініксіз. Кемпірге күніне 2-3 рет бармаса, басы ауратындай күйге түсті. Маңайына қара күштің толқындарын топтастырған кейуананың іздегені де осы еді. Сұңғақ бойлы, сымбатына көз сүйсінетін жігіттің түр тұлғасы кез келген қыз жүрегін бірден жаулап алары сөзсіз болатын. Мұны жақсы білетін Айдана амалсыз қызғаныштың қыл шылбырына іліккен болу керек. Ал Нуриктің алаңсыз күн кетіп түн қайтуы сақшы өмірінде үйреншікті құбылыс деп қабылданады. 22 жастағы шаңырақ иелерінің төріне озған азғындық күн еткен сайын бір қан қилы сұмдықты жақындата түсті. Айдана күнделікті жұмысына барып, құқық қорғаушылардың ауыр жұмысына қаныққан сайын қамыға түсті. Себебі күнделікті кісі өлімі мен жауыздықтың неше түрін көріп, көзі көріп, өзі фотобейнеге түсіретін. Бойына бала бітіп үлгермеген жас әйелдің жанарына неліктен мұншама қан толып үлгергеніне таң қалмасқа шараң жоқ. Соңғы кездері Айнабұлақтағы пәтерлеріне таныстары да сирек бас сұғатын болған. Осыдан біршама уақыт бұрын ғой, қатар құрбыларынан пәтерлері бір босамаушы еді. Айдана ұжымында қағылез, білікті, білімді маман болып қалыптасты. Қызметтестерінің айтуынша ол көпшіл, әрі мейірімді болып көрінетін еді. Ал сайтанның азғыруына тап келген жанды тек қасиетті, Құранның құдіретімен ғана құтқаруға болады, дейді діндарлар. Мүмкін солай да шығар. Бірақ бір отбасының шырқын кетіріп, олардың қанға бөгуіне мүмкіндік жасаған жанға қандай жаза айлық. Бұндай жауыздыққа мұрындық болған кемпірдің кесірінен басқа қаншама адамдар жапа шеккені белгісіз. Сол бір қарғыс атқан күні де Айдана жұмыстан соң жолай кемпірдің үйіне соққан. Бүгіннен қалмай істі тындыр. Өзіңнің қолың болмаса, біреуді жалда. Олай етпесең, өзің құрисың, сорлау деген соң, неге болса да бел шешкен келіншектің көпке дейін алабұртып мазасы болмады. Ол Нурикті әдеттегідей ұзақ күтті. Түн жарымында келіп ас суын ішпестен төсекке құлай кеткен оның сәлден соң қатты қорлы естіле бастады. Күйеуінің әр қимылын қапысыз баққан Айдана орнынан жайлап тұрып, дайындап қойған қайшыны қалай қолына алып үлгергенін өзі де байқамай қалды. Басына сан түрлі сұмдық ойдың жетегімен басқан әр адымы Нуриктің жас ғұмырын қысқарта түскендей. Ауыр жұмыстан қажып, шаршап жатқан жігітті ғайыптан бір күш келіп оятып жібергенде тірі қалуы да ғажап емес еді. Шалқасына жатқан оның жүрек тұсына қорс еткізе қайшына бойлата салған Айдана
өзі де қорыққанынан кері секіріп түсті. Ұйқысынан мәңгілікке ояна алмаған Нурик аз-кем қарылдап барып жан тапсырды. Есін жия салысымен Айдана дереу балгер кемпірге қоңырау соқты. «Енді не істеймін? Ақыл қосыңызшы» деген оның жалынышты даусына кемпір түнделетіп келетінін, ешқайда шықпауын сұрады. Уәделі уақытта ол да жетті. Екеулеп жүріп мәйітті кілемге ораған олар Айнабұлақтың адам сирек жүретін қараңғы көше қиылысына апарып тастайды. Кілемді қайта көтеріп, үйге келген соң кемпір: «Мен туралы ләм деп жақ ашушы болма. Мен бәрін біліп отырамын. Қарғысыма қаласың» деп қорқытты да тайып тұрды. Ал Айдана қайдағыны қайда қара ниетінің күңіне айналғанын, өзі қазған орға өзі құлғайтынын бағамдай алмай қала берді. Ертесі күні Айдана түк болмағандай жұмысына келді. Ол іште күйеуінің өлімі туралы хабардың келуін күтумен жүрді. Аудандық ішкі істер бөліміне жеткен суық хабар әлдебір полиция қызметкерінің азаппен өлтірілген мәйіті табылғанын жеткізді. Қалтасынан қызметтік куәлігі шығып, оның кім екені де анықталып, жас маманның өлімі туралы жайсыз хабар қала ішін желдей есіп жүре берді. Сарапшылар оны әлдекімдер өлтіріп әкеп тастағанын анық байқады. Мәйіт денесіндегі қатқан қан, ол жатқан жерге қан ізі тамбағаны, оның басқа жерде өлтірілгенін айғақтай түсті. Яки көше бұзақыларының қолынан мерт болуы екіталай деген болжам жасалды. Құқық қорғаушылар жас маманның мінезіне баға бере отырып, оның қызмет бабында ешкімнің қастасуы мүмкін емесін білді де, енді жақын араласқан ортасын тексеруді ойластырды. Бір емес, бірнеше рет сұрауға алынған Айдана қайғыдан қара жамылып өтірік жылап, жауап беруден бас тартып жүрді. Қызметтестерінің ішінен Айданаға қаралы хабарды естірткенде жақынынан айырылған жандай қатты күйзелмегенін аңғарып қалғандары да болыпты. Алғашында мән бермеген олар кейінірек тергеу кезінде ол сәтті еске алуға мәжбүр болды. Тергеуші Айдананы іздеп үйіне неше мәрте келіп жүріп, көдік тудырар бөтен зат немесе бөгде жанды байқай қоймады. Келесі бір келісінде Нурик пен Айдананың өз пәтерлеріне түскен фотоға еріксіз көз тоқтатты. Өмірдің бар асуын бірге ассақ деген екі жас жанары күлімдеп, өздерін бақытты сезініп тұр. Құшақтаса түскен екі жұптың ар жағынан түрлі түсті қалың кілем көзге ұрады. Осы сәтте тергеушінің көзі сырғанап барып, төргі бөлмедегі қабырғаға түскенде, суреттегі кілем орнында жоқ болып шықты. Мұндағы кілем қайда кеткен деген сауалға Айдана немқұрайлы ескіріп қалған соң шолақ жауап берді. Тергеуші Жоматов әйелді сыныққа алмақшы болғандай, әлгі суретті Айдананың қолына ұстатты. Айдана сыр бермеген соң, оның артына іс кесушілері салуға тура келді. Тыңшылар көп ұзамай Айдананы анасымен барахолкаға жолға шыққанын жеткізді. 4 сағат бойы олардың артынан жүрген уәкілдер әр қимылдарын бейнетаспаға түсірумен болды. Базаршылар бірден кілем сататын қатарды аралай бастады. Бұл күдік тұманын қоюлата түсті. Және басқа емес, дәл пәтерден жоғалған кілемді сатып алғандары тағы да таңдандырмай қоймады. Пәтерлеріне оралған олардың ізін алайыге енген тергеуші Жоматов кілем не үшін қажет болды деп сұрақтың астына алды. Ескінің орнына жаңасын алдық деген жауаптан соң тергеуші тағы сұрақ қойды. Ал ескіні қайда жібердің? Айдана ұзақ мүдіріп қалды да, алыс туыстарымызға беріп жібердік деп бөсті. Мұны қапысыз ұққан тергеуші Жоматов сол туыстарыңа алып бар деп қасарысты. Алайда өтіріктің құйрығы бірақ тұтам деген
шыққан сонда Айдана мән жайды айтып беруге мәжбүр болды. Кілемді әлде бір таныстарының үйінен тауып берді. Жуылып тазарылса да, арнайы ұнтақ көмегімен кілемнен қан ізі табылды. Жалтаруға жол таппаған Айдана көз жасын көлдете отырып, болған оқиғаны бүкпесіз баяндады. Балгер, Тара білгірі атанған кемпір де азаматтарды жолдан жаңылыстырғаны үшін заң алдында жауапқа тартылып, өз жазасын алды. Қылмыс әлемінде сирек кездесетін сұмдық оқиғаға осылайша нүкте қойылған еді. 10 жылдан астам мерзімге бас бостандығынан айырылу жазасына кесілген Айдананың ауыр тағдыры өзгелерге ащы сабақ болса екен.